Сәлем достар, Еркен әлемге қош келдіңіздер. Сонымен бірге мен Ерке. Бүгін осы видеоны оқығанда обложка жасау үшін туториал көрсететін боламын. Ал енді басыма тұрып обязательно лайк басып келіп комментарий жазып қойыңыздар. Ал енді біз бастаймыз. Бірінші осындай обложка жасайтын боламыз. Ол үшін капкод керек болады. Сіздер қандай приложение мен монтаждайсыздар, сонымен істей берсеңіздер болады. Және де мен қазір фото іздеп жатырмын. Және де мен сол фотомен влогты істейтін боламын. Мен сосын коллажды басатын боламын. Міне. Мен осы жерде жүрекпен жаптым, өйткені бұл фотолар көрініп қалады. Міне. Мен айтпақшы осындай 4 фотода таңдадым. Және де бұның атын обязательно жазу керек. Бұл менің бір күнім. Бұл влогтың аты менің бір күнім болса, менің бір күнім деп жазасыздар. Және де осындай фразаға жазып, фразаға кіріп, осындайлар жасауға болады. Сіздердің андай видеоларыңыздың басқа түрі болса, басқа аты болса, онда солай жазасыздар. Мысалы, қыдырық влог болса, қыдырық влог деп жазасыздар. Және де мен осындай пикник, мороженое жеу, бабл ти, бабл гам деп жаздым. Және де стикерға кіріп, өздерін стикер қоюға да болады. Мен осындай жүрек стикер қоямын. Және де осындай жерлерін қиып, сөйтіп жасайтын боламын. Нанды тартып, сөйтіп жасаймын. Және де бұны загрузка жасаймыз. Және де галереяға кіріп, скриншот етіп, творческая студияға өз видеоны сол жасаған видеоны обложкаға қоюға болады. Міне. Мен екінші обложка жасайын деп жатырмын. Оған бізде PicsArt керек. Және де мен осыны пустой дегенді басып, сосын оны 9-ға қойдым. И сосын фон синий деп жаздым, сосын сайт істедім. Және де квадрат неон фиолетовый деп жаздым. И сосын осындайды таңдап, и осылай жасадым. Және де мен готово деген басым, соны қараға кеттім. И Pinterestке кіріп Джинни деп жаздым. Джиннидің фотоларын, бір фотосын, нормальный фотосын іздедім. Осын таптым менем. Және де Лиза. Бұны да алдым. Және де вырез деген кіріп, человека дегенді арт жағын алып істейтін боламыз. Не осылай шықты. Енді джинді жасаймыз, осылай джинді. Оларды үлкен басына қою керек. Сосын стол круглый деп жазып, и столдарды құру керек. Бұл бізде телепатия деген челлендж. Бұл стол осы жасадым. Келмейді, сосын тағы да қарадым. Және де мен стол голубой дедім, сосын таптым осыны. Сосын осыны қойып көрейін, қалай болады екен деп көрдім. Сосын осы келді, сосын клубника деген жаздым, и осындай клубника қойдым, молоко, сүт қойдым. Және де бананды қойайын деп жатырмын. Және де огурцы на Лизаға огурцы, және де помидор жақсысын алдым, күшті суретін, и сосын сыр. Міне, осындай күшті сыр алдым. И сосын дұрыстап қойдым. Лиза Джинниді жақындаттым, және телепатия деп жаздым. PicsArtқа кіріп осындай фон таңдадым, көк түсті, және де 16-9 обязательно жасадым. Және де мен фото таңдап жатырмын, мына Лиза мен Джинниді таңдап жатырмын, және бұны арт жағын алып істейтін боламыз. Лизаның күн, және де Джинни күн.
Джиннидікі. Міне алып болдым. Енді стикерге кіріп ватсы деп жазамыз. Мен ватсыны әрең таптым. Таңдап бәрі күшті болды. Әжур таңдадым. Біреуін таңдадым, болсынай таңдадым. Өте күшті болды. Міне жарасып тұр деп ойлаймын енді. Міне жақындаттым, дұрыстадым, күтті қылдым. Және Джиннидің астына мен осындай смайлик қойдым. Және мен Лиса, Джинни деп осындай түсін ауыстырып, сөйтіп жаздым. Жасыл мен сарыны қойдым. Менде тағы да осындай смайлик қойын деп жатырмын. Бұны біз Лисаның қасына қоятын боламыз. Және қазір мен қызыл түспен батыл деп жаздым. Және де кім ұтады деп жаздым. Міне, болды. Осымен мен видеоны сізге пайдалы болды деген ойдамын. Сізге кішкене болсын көбейім деген ойдамын. Ал енді видеоны назарларда көстеріп комментарий жазып бастырыңдар. Келесі видеода қандай видео түсірейін, келесі осындай пайдалы ақпарат салайын ба. Келесі видеода кездескенше.